Бізде бүгінгі сабақта бірінші сынып оқушысы мұғалімбай Марина. Марина, сабаққа дайынбыз ба? Әрине. Ал сабақты бастамастан бұрын, әуелі біз аспаптан құлақ күйін келтіріп алайық. Аспапты ұстай ғой. Бірінші ля дыбысын тексеріп алайықшы. Енді решегінде соль дыбысын. Жақсы. Енді бүгінгі біз негізгі сабағымыздың тақырыбы шертпе күй негіздеріне жалпылама шолу деп аталады. Бірінші сынып болғаннан кейін біз жалпылама тек шертпе күй дәстүрінің қағыстарын ғана шолу ретінде көрсетіп өтемін. Енді осы сабаққа кіріспестен бұрын біз сол қол саусақтарына арналған жаттығуымызды ойнап көрейік. Осылай жаттықтыра беруіміз керек. Келесіде біз күрделі штрихтармен де осылай жаттығу жасаймыз. Енді үйге қандай тапсырма берілді? Той бастар Дина. Дина Нұрпейісованың күйі той бастар. Қай жерге дейін берілді? Бас буын мен негізгі буындағы 35 тактыны жүргізіп ойнау. Санап жүргізіп ойнаймыз. Ал көрейік. Күйді бірінші анализ жасап жіберейік. Күйді біздің күйдің өлшемі қандай? 2-де 4. Кілттің қасында қандай белгі бар бізде? Бемоль. Бемоль белгісі бар. Си бемольді. Осы си дыбысы кездескен жерде біз си бемоль дыбысын ойнаймыз. Ал, сен бастап бірінші жай темпте өзің ойнап көр. Енді бұл жерде сен мына жерде бір тақтыны тастап кеттің. Бір тақтының 2-ге деген үлесін тастап кеттің. Енді қараймыз. Бізде қандай қағыстар, ұзақтықтар жүреді күйде? Мынау 8-дік, сосын мынау 16-лық, ширектік ноталар жүреді. Енді қандай қағыстар жүреді бізде? Аралас қағыстар жүреді. Кей жерде 2 жоғары қағыстар жүреді. Ал мына бір тактісінде 1 төмен, 3 жоғары қағыс жүреді. Сонда бұл күйде бізде қағыстарымыз әртүрлі екен. Қара қағыстың әртүрлі түрлері жүріп жатыр.
Енді сен нотамен жақсы жүргізіп ойнап отырсың. Енді мына жерде реприза бар, сосын мына бір жерде негізгі буынға түсетін жерде қатты ойнайтын жері бар, сосын жай ойнайтын жері бар. Қатты ойнайтын жерін форте деп белгілейміз, жай ойнайтын жерін біз пиано деп белгілейміз. Екеуміз бірігіп ойнайықшы осыны. Қазір мен де қосылып екеуміз бірге ойнаймыз. Осыны бастайық. Негізгі күй жүрдек ойналады. Аты айтып тұрғандай той бастар болғаннан кейін бұл салтанатты түрде ойналатын күй. Сондықтан көп жерінде біздердің дыбыстарымыз қатты шығу керек, форте шығу керек. Түсіндің ғой? Енді ары қарай бүгінгі негізгі осы күйді сабақ бастамас айтып кетейін. Осы күйді үйден осы бас буын мен негізгі буындағы осы жерге дейін жаттауымыз керек. Ары қарай біз кіші сағаға қарай түсеміз. Оны енді келесі сабақта жалғастырып ойнаймыз, шәле ме? Енді біздің бүгінгі негізгі сабағымыздың тақырыбы шертпе күй негіздеріне жалпылама шолу дедік қой. Енді сол бүгінгі сабақта шертпе дәстүрі туралы негізгі мағлұматпен танысамыз. Алдымен халықтың ауызекі тіліндегі бұрыннан айтылып келе жатқан саусақтардың байырғы атауларын есімізге түсірейікші. Бізде әр қолымызда 5 саусақтан бар, сол 5 саусақты біз қалай атаймыз? Қара, тақтаға қарасаң болады. Бас бармақ, балалы үйрек, ортан терек, шылдыр шүмек, кішкентай бөбек. Бұл енді бұрынғыша халықтың ауызекі тілде айтылған атаулар. Енді бізде музыка саласында біз бұл саусақтарды былай атаймыз. Он қолдағы 5 саусағымызды міне бас бармақ, сұқ саусақ, ортаңғы саусақ, аты жоқ саусақ, шынашақ дейміз. Ал сол қолғы саусақтарды бас бармақ, бірінші саусақ, екінші саусақ, үшінші саусақ, төртінші саусақ дейміз. Өйткені бізде ноталық жазбаларда дәл осылай белгіленіп жазылады. Цифрмен оң қолымыздікі кәдімгі немен көрсетіліп тұрады, қарыспен көрсетіліп тұрады осы саусақтарымыз. Енді шертпе күйді үйренбестен бұрын ол күйлердегі саусақтардың пайдалану әдістерін білуіміз керек. Көбіне төкпе дәстүріндегідей болғанмен де олардың айтарлықтай ерекшеліктері бар. Шертпе күйлерде көбіне мына бірінші, екінші, үшінші саусақтар жиі қолданылады. Бірінші, екінші, үшінші саусақтар көбіне осы саусақтармен жұмыс жасаймыз. Ал мына үшінші саусақ пен төртінші саусағымыз кей кезде қатарланып ойналатын жерлер бар. Мысалы, мынандай дыбыстарда. Деген. Көбіне міне бірінші, екінші, үшінші саусақтар деп кете береді. Сосын бас бармақ көбіне сирек пайдаланылады. Ал қағысқа келген кезде көбіне мына сұқ саусақ пайдаланылады. Жалғыз дыбыс шығарудың өзі басымырақ болады да, көбіне бізде сұқ саусақпен жұмыс жасаймыз. Немесе, оң қолды айтып отырмын, немесе мына 4 саусақты қатар-қатар ретімен
шертіп ойнау. Шертіп ойнау осы дыбыс қағыстарда пайдаланылады. Түсіндің ғой, қандай саусақтар көбіне жүреді? Бірінші, екінші, үшінші саусақтар. Сосын кей кезде үшінші, төртінші саусақтар қатарласып ойналады. Бас бармақ үнемі ойналмайды, ол бас бармақ сирек кездеседі. Көбіне міне шертпе күйлерде біздер мына бірінші саусақ пен төртінші саусақты үнемі пайдаланамыз. Сосын көбіне вибрация жақсы жүру керек, өйткені дыбыс жақсы шығу керек. Жеке дыбыстар, жалғыз дыбыстар басыңырақ шығу керек. Енді бас оң қолда да бас бармақты кей кезде қолданамыз. Кей кезде бүйтіп ойнап келе жатқан кезде болмаса сұқ саусақпен жоғары қарай қағамыз. Мына ішектен ішекке ауысу шертпе күйде көбіне кездеседі. Штрихтары, ішектен ішекке ауысу штрихтары шертпе күйде көбіне кездеседі. Мысалы, шертпе күйлерді қарап отырсақ, төмен ішекте былай мелодия әуен жүріп отырады да, үстің ішекке ауысып кетеді. Деп шертіп ойнау арқылы осылар шертпе күйлерде осылар кездеседі. Түсіндік па? Енді мен сен бүгінгі сабағына осы шертпе қағыстарға жаттығуларды үйретейін. Түсіндірейін жаттығуларды. Тақтада да көрініп тұр, менде қазір кітапта да көрініп тұр. Жаңа айтқандай, бізде міне шерту қағысы. Саусақтар ретімен қағылып тұр. Әр саусақ өзінің ретімен қағылып тұр. Бірінші жаттығу тыңдайық. Өлшемі 2-ден 4. Көбіне астыңғы ішектің дыбыстары жүреді, үстіңгі ішек ашық ойналады көбіне. 4-ші саусақпен бастаймыз. 2-де 4 болғаннан кейін, мынау бізде жартылық нота. 1-ге, 2-ге, 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 1-ге, 2-ге. Осындай жаттығу. Осы дыбыстар көбіне шертпе күйлерде кездеседі. Келесі екінші жаттығуымызды қарайық. Тағы да ұқсас осыған. Өлшемі 2-де 4. Бұлда да жартылық ноталар, сосын шеректік ноталар. 1-ге, 2-ге, 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 1-ге. Түсінікті ғой, енді осыны жайлап ойнап көрейік нотамен. Кәнеке. Аяғын дұрыстап қойылып. Бірінші жаттығудағы қағыстар кілең төмен қағыстар, Бізде дыбыс қандай? Ре дыбысын 4-ші саусақпен аламыз, кәнеке. Мынау жартылық нота, 1-ге, 2-ге деп санаймыз, кәнеке. 1-ге, 2-ге. Енді қағысты, шертпе күйдің қағысы, кәне көрсетейін. Жаңағы айтқандай, міне 4-ші, 3-ші, 2-ші бұлай саусақтарды ретімен қағамыз, шертеміз. Біздің алақанымыз бұлай ашық тұру керек. Алақанымыз көбіне шертпе күйде бізде ашық көрініп тұрады. Ыңғайлы болады. Біз төкпе күйде мына буынмен ойнаймыз ғой, алақанымызды жұмырландырып аламыз да, төмен жоғары қарсы ойнаймыз. Ал шертпе күйде бізге алақанымыз көрініп тұрады. Бірінші қағыс жасап көрейік. Бас бармағын жинақта кішкене, бас бармағын кішкене жинақта, шошайтпа, Кәнеке, ойнақша. Ал ойна. 1-ге, 2-ге, 1-ге, қорықпай ойна. 1-ге, 2-ге, енді
нотасы. Бірге, екіге, бірге, екіге, бір, тағы да си, бір, си нотасы. Бірге, екіге, енді ре. Бірге, екіге, тағы да. Бірге, екіге. Енді келесі нотада қарашы. Ре дыбысы төртінші саусақпен тұра береді. Біз соль дыбысы неше саусақпен басамыз деп тұр? Бұрын бас бармақпен басатын едік. Енді бірінші саусақпен басамыз. Соль. Соль үстінде. Енді соны шерту қағыса ойнаймыз. Бірге, екіге. Ыңғайлы болу үшін бас бармағын мына жерге қойып қойсам болады. Бірге, екіге. Тағы бірге, екіге. Тағы да бірге, екіге. Түсінікті ме? Енді келесі жаттығуда да осыған ұқсас. Енді мына жерде арасында жоғары қағыстарымыз кездеседі. Кәнекей. Бірге ойнаймыз. Бірге, екіге. Сосын манағыдай соль нотасы бірінші саусақпен соль дыбысы, я. Бірге, екіге. Енді ширектіктер. Бірге, сосын жоғары қағамыз саусақпен. Ре дыбысы, үсті ашық. Кәдімгі қағыс қой, кәдімгі. Түген саусақпен, мына бірінші саусақпен ойнаған кезде қалған саусағын қасында бірге жүреді. Жоғары қағыс ойнаймыз, рені. Жоғары ойна. Екіге. Қолыңды қой. Қақшал жоғары қарай. Саусағыңды жинап алма, жоғары қарай істеп. Көрсет жоғары қарай. Көрсет қолыңды жоғары қарай, көрсет. Көрдің бе? Арғадай, ре, соль. Ре, соль, я. Бірге, ойна. Бірге, екіге, енді сиге барамыз. Бірге, екіге, тағы да ре. Бірге, екіге, арғарай. Бірге, екіге. Шығар дыбысты шықпай жатыр. Я, арғарай. Бірге, екіге. Енді ре дыбысы тек бірге, екіге. Я. Бірге, екіге. Сосын. Бірге, екіге. Сен соль дыбысын дұрыстап, үстінде соль дыбысын дұрыстап шығаршы. Астапты дұрыстап ұста бөлі. Солды анық шығаршы. Бірге, екіге. Бірге, екіге. Көрсет жа. Бірге, ойна. Бірге, сосын екіге. Тағы да ең соңында. Бірге, екіге. Келесі жолы сиге барамыз. Бірге, екіге. Бірге, екіге. Енді ре соль. Бірге, екіге. Бірге, екіге. Бірге, екіге. Ойна, шығарымызды. Сольді анық шығар. Бірге, екіге. Неге? Жартылық ноталар. Жартылық ноталар. Аяқтайын ең соңықтатын. Түсінікті ме? Осындай шертпе күйде манағы айтқан дыбыстар жалғас, осылай бірінші, екінші, үшінші сұрыптар көбіне біздер осылай пайдаланады. Бас бармақ сирек пайдаланады. Біздің қазір жаттығуда бас бармақ кездескен жоқ, көрдің бе? Жақсы, енді осы сабаққа байланысты мен саған этюд дайындап әкелдім. Бүркітов дегеннің этюді. Бұл да осы шертпе қағыстарға арналған этюд. Мен саған ойнап көрсетейін. Өлшемі 2-де 4, орташа екпінде ойналу керек. Кілттің қасында бізде фа диез белгісі бар. Бұл жерде қағыстарымыз әуелі төмен қарай шертіп ойнау қағыстары тұр, сосын төмен жоғары ойнау қағыстары бар. Енді осы жерде манағы айтқан, осы жаттығудың ішінде манағы айтқан 3-ші, 4-ші саусақ бізде кездеседі. Мен ойнап көрсетейін. 2-де 4 өлшем. Бірге кездесті, көрдің бе? Бірге, екіге. Бірге, екіге. Бірге, екіге.
этюд бұл. Жалпы этюд дегеніміз, не дедік өткенде сабақта? Этюд дегеніміз оқушының, орындаушының қолының техникасын арттыруға арналған шығарма деп айтты қой алдыңғы сабақтарда. Осы этюд енді мынау шертпе қағысқа арналып беріліп отқан этюд. Біз бұрын төкпе қағыстарды ойнап жүрдік, Енді бұл этюдті түгел алмаймыз. Бүгінгі сабақта тек қана біз 12 тактісін ғана аламыз. 12 тактісін қазір белгілеп беремін. Үш жерге дейін біз 12 тактісін ғана аламыз. Енді қараймыз. Дыбыстар, шеректік дыбыстар бар, сегіздік дыбыстар бар, Сосын қағыстарымыз, шертпе қағыстар, кәнеке. Аяғымды қой, аспазды дұрыстап ұстап ал. Енді дыбыстарды айтып отырайық. Өлшем 2-де 4, 1-ге 2-ге деп санаймыз. Кәнеке, ашық әуелі. Төменгі қарай шертіп қағысы, шерту қағысы. 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге. Енді арғарай 8-діктер жүреді. Сосын уже соқ-саусақпен, сосын 3-4 саусақпен бірге ремен ляны аламыз, Ашық соль. 1, си, жоғары, соқ-саусақпен. 1, дұрыс ойнап отырсың. Сосын тағы да си төменге қарай. Си, неге тек бір шекте, соль шекте. Сосын енді қара 4-ші, 3-ші саусақпен ремен лян аламыз. Өте дұрыс. Енді екеуін бірге қағамыз ғой. Екеуін бірге қағамыз. Түсінікті ме? Осы тақтыны қайталап ойнап жіберейікші. Си тағы да. Ре ля. Түсінікті ме? Басын қыра. Ре үстіңгі шектегі дыбысың шықпай жатыр. Ары-арай ре 4-ші саусақ, соль манағыдай 1-ші саусақпен. Кәне? 1-ге, 2-ге. Ары-арай соль сол жер тұра береміз. Кәне? 1-ші, 3-ші саусақ жалғасады. Ля 3-ші саусақ қойымды. 3 пен 4 қатар жүреді деп айттық қой, енді ляға бар. Жоғары қағыз. Жоғары қағыз. Тағы да төмен қағыз. Сиге барамыз. Бірінші. Осы тақтыны қайталап ойнайықшы. Соль, ля, ля, си. Ля. Бірге. Ля, си. Тағы да си. Си. Ре, ля. Жоғары. Енді соль, ре, соль. Шерті ойнаймыз. Төмен қарай шертеміз. Енді мына жерде шеректік ноталар. Ары қарай. Ре 4-ші саусақ, соль 1-ші саусақ. 1-ге, сосын 3-ші 4-ші саусақпен 2-ге. Сосын тағы сол жерде. Ля, соль. Ля. Үстің шектің дыбыстарын шығып жатыр қазір, Тағы да ля. Төмен. Сосын енді до 2-ші саусақ. До, си, си. Тағы да си, ля, соль. Ля, бірге. Соль. Төмен қарай. Түсінікті ме? Ары қарай, 2 такты қалды енді. Соль, ля, ля, соль. Соль, ля, ля. Төмен қағыс қой. Соль, соль. Төмен, соль. Ашық. Ре 4-ші саусақпен. Жоғары қағыс. Бірге ойнайық. Қос шекті бірге ойнайық. Бірге ойнашыш қос шекті. Ойна? Жоқ. Ре үстіңгі шек ашық. Астында жоғары қағыспен. Енді 1-ші саусақпен соль. 12 такты
осы жерге дейін ғана келеді. Тағы да бір ойнап көрсетейін. Түсініп ал, әлі сен шертпек қағыстарын әлі құлағыма кішкене сіңбей жатыр. Сондықтан тағы да бір тыңдап ал, сосын қараймыз тағы да. Бірге жоғарымыз. Ре бірінші саусақ, ре соль бірінші саусақ. Бірге, кәдімгі сегіздіктер ойнашы. Бірге, екіге. Бірге, екіге. Неге аштың бастан? Ашпайсың ғой. Бірге, екіге. Түсінікті ме? Осы төрт тактыны жаңа түсіндік. Ары қарай. Соль, ля, сегіздіктер жүргіземіз. Соль, ля, ля, си. Соль, ля. Неге қосшы? Ля, си. Си, ля, соль. Си, ля, соль. Ары қарай шеректік. Соль, соль, ля. Төмен қарыз. Екеуі де төмен қой. Соль, ля. Сосын ля, соль, ля. Қарама қарыз қағыстар. Ля, соль, ля. Дұрыстап ойна. Неге? Әуел ля ойнаш. Ля, соль, ля. Ля, до, си, си. Ля, до. Екінші саусақ, екінші саусақ. Си, си. Си, ля, соль. Соль, енді екі такты. Соль, ля, ля, соль. Бірге қос шекті бірге ойнақтағы шертеміз. Дұрыстап, қайтадан. Соль, қарама қарсы қағыстар, сегіздіктер. Соль, ре, соль, соңғы тапты. Соль, бірінші саусақ. Соль, ре, соль. Ашық. Соль. Дұрыстап аяқташ, қайтадан осы тапты. Соль, ре, соль. Бірге қос шекті. Түсінікті ме? Осы этюдтың біз бүгінгі сабақта тек 12 тактысын ғана меңгеруіміз керек. Ары қарай келесі сабақта біз жалғастырамыз. Ал не түсіндің? Қандай қағыстармен ойнадық біздер? Саусақтарды қалай шертіп ойнадық? Оң қолда. Оң қолда мына саусақтарды рет-ретімен, кезегімен шерттікті. Сосын сұқ саусақпен жоғары ойнадық. Осы этюдта кездесетін біздің қағыстарымыз екен. Енді шертпе күй дәстүрінде жалпы күй өте көп. Нағыз шертпе күй дәстүрінің ең үлкен атасы бізде қазір Тәттімбет. Тәттімбеттің бірнеше күйлері бар. Одан кейін әртүрлі тағы да біздің күйшілеріміз бар. Одан басқа да Аққыз деген күйшіміз бар. Бергі жақта Момбеков деген күйшілеріміз бар. Сүгірдің күйлері бар. Шертпе дәстүрінде ойналатын. Енді мен қазір саған осы этюдтан кейін енді бір күйді тыңдатайын. Жалпы нотасы да бар.
Тәттімбеттің Қосбасар күйінен бүгін сабаққа саған тыңдатайын деп дайындап едім. Қазір бізде YouTube жақсы жүрсе тыңдайық та. Книга режиссера Қосбасар. Тыңдаймыз. Қандай ерекшелікті тыңдадың? Ана сабақтың басында айттым ғой. Жалғыз дыбыста анық естіледі, бізде шертпе күйде. Осындай, Тәттімбеттің бұдан да басқа күйлері көп, мына жерде Бестөре деген, Саржайлау, Қосбасардың бірнеше түрі бар. Ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Бүгінгі сабақ жалпы түсінікті болса, осы шертпеге біз этюдті алдық қой, этюдті үйден 12 тактісін біз санап жүргізіп ойнап келеміз. Енді ары қарай, бүгінгі сабаққа мен сергіту сәті деп бір ойын дайындап келдім, пазл ойыны. Енді кішкене манадан бері қағыстармен жұмыс жасап, кішкене шаршап қалған шығармыз. Мен саған қазір бұл жерде бір нелерді беремін. Мына пазлдардың астында осы мыналардың бәрін алып тастаймын. Партаның үстіне келе алып. Алып тастаймын. Енді осы жердегі мынада берілген, мысалы, мынау 4-ке саналатын, мынау 2-ге саналатын, мынау 3-ке саналатын, мынау 1-ге саналатын. Бізде домино ойыншығының нелері ғой, көрініп тұр, суретте. Енді осыған мына әрқайсысы осының ішіндегі осылар тауып бетіне жапсыруым керек. Мысалы, 4-ке саналатын жашап. Сен алғырлығыңды көрейік. Ептілігіңді көрейік. Қараша. Бұл жерде пауза, тыныс белгілері де бар. Мүмкін 4-ке саналатын бізде бүтін нотаның тыныс белгісі де бар шығар. Ал қарайықша. Мынау бүтін 4-ке саналады. Жоқ, бұл емес қой. Мынау шеректік нота. Бізге 2-ге саналатын керек. Бүтін нота, пауза жоқ та. Осыны қойайық, көрсет жақ. Мынау 4-ке саналады, мынау 2-ге саналады деп қойдық. Дұрыс па екен? Қарайық, келесі бізде 3-ке саналу керек, сосын 1-ге саналу керек. Қарайық. Дұрыс айтасың. Мынау жартылық нота 2-ге дейін саналады, нүктелі нотамен ол 3-ке саналады. Мынау 1-ге саналатын дыбыстың тыныс белгісі. Келесі 1-ге саналатын, сосын 2-ге саналатын.
келесі төртке және төртке саналатын. Бүтін ноталар, иә? Келесі төртке және үшке саналатын. Төртке және үшке саналады. Өте дұрыс. Келесі бірге және бірге деп саналады. Бірге деп саналады, сосын бірге деп саналады. Жоқ, ол жартылық нота ғой. Бірге қандай нота саналады? Ширектік нота саналады. Дұрыс айтасың. Келесі төртке және үшке саналатын. Үшке және екіге саналатын. Үшке саналатын. Нүктені өтеміз бе? Бірге және төртке саналатын. Екіншіден соңғысы қателік тұр емізде, е? Дұрыс. Дұрыс. Дыбыстардың ұзақтығын біледі екенсің. Еске түсірдік. Біз бұны бірінші тоқсанда үйренген дыбыстардың ұзақтығы. Өте дұрыс. Жақсы. Отыралым. Жарайсың. Енді осы сабақты қорытындылау үшін мен саған сұрақтар дайындап келдім. Манағы айтқан сабақтың басында біз айттық, е? Мана сабақтың басында саусақтың бірінші сұрағымыз саусақтың байырғы атауларын ата дейді. Бұрынғы халықтың ауызекі айтылып жүрген. Бас бармақ, балған терек, ортан терек, шылдыр шөмек, кішкентай бөлек. Кішкене бөлек. Дұрыс айтасың. Енді келесі сұрағымыз шертпе күйінде оң қол саусақтарының орналасуы мен қолданылуы дейді. Айтып өттім ғой. Қандай саусақтар қолданылады? Оң қолда. Бас бармақ, бір саусақ, ортан саусақ, аты жоқ саусақ, шын ашық. Дұрыс. Келесі шертпе күйінде сол қол саусақтарын пайдалану әдістері. Сол қолда. Қандай саусақтарды пайдаланамыз? Бас бармақ, бірінші саусақ, екінші саусақ, үшінші саусақ, төртінші саусақ. Сен сол қолмен көрсетуің керек. Сен оң қолмен көрсетуің. Жақсы. Бүгінгі сабақты жақсы меңгерген екенсің. Енді бүгінгі сенің сабаққа қатысыңа қарай, белсене қатысып отырғаныңа қарай, сұрақтарға жауап беруіңе қарай, мен сені бағалаймын, алдымен үй тапсырмасын берейді. Үйге тапсырма. Мана біз сабақтың басында сен күрегіне жазып берейін. Сабақтың басында біз Тойбастар күйінің Тойбастар күйінің бас буын және негізгі буынды жүргізіп ойнау дедік. Енді соны бас буыны мен негізгі буынды жатқа ойнаймыз. Жақсы ма? Бас буыны мен негізгі буынды жаттау. Сосын жаңа этюдті, Бүркітовтің этюдінің 12 тактісін жүргізіп ойнау. Түсінікті ғой, ә? Жақсы, бүгінгі сенің сабаққа қатысыңа, ойынға қатысып отырғанға, сұрақтарға жауап беріп отырғанға қарай, мен саған өзімнің бағам 5, бірақ енді сен мына жерде өзіңді бағалап жіберші. Қандай бағамен, осы жерде 10 санның ішінде қандай балмен өзіңді бағалағың келеді? Өзіңді бүгінгі сабаққа қатысыңа қарай, өзіңнің бағалауыңды көрейінші. Бәрекелді, 8 дегеннің өзі де жақсы баға. Бәрекелді, жарайсың. Осымен сабағымыз аяқталды. Шертпе күй дәстүрін ағарай келесі сабақтарда және келесі сыныптарда біз жалғастырамыз. Жарай ма? Ал сабақ аяқталды.